Сәлем жақсыларым, қалайсыздар? Сіздерге құймақтың оңай пісірілу жолын үйретемін. Ол үшін 4 жұмыртқаны осылай жақсылап қозғап аламыз. Венчикпен сосын 6 ас қасық шекер салып, жақсылап араластырып аламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Тағы да жақсылап араластырып аламыз. Сосын бізге сүт керек. Ол сүтті холодильниктен шығарған күйі болмайды, оны жылытып алуымыз керек. Және 2 кесе ұн. Жақсылап ұнды араластырып аламыз бірінші. Ұнды мен електен өткізіп алдым. Ешқандай да сода, разрыхлитель ештеңе қоспаймыз. Бұл құймақтың ерекшелігі осыда. Енді жылы сүтімізді құямыз. Сүтіміз мұздай болмау керек. 3-тен 1 бөлігін қосамыз, сосын ұнымызды, сүтімізді кезек-кезек салып, жақсылап бір келкі масса болғанша қозғаймыз. Ешқандай да түйіршіктер қалмау керек. Осындай қазақша каналдардың дамуы үшін маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қалдырып кетсеңіздер болады. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, құймағыңыз мінсіз әдемі болып шығады. Маған осы блинниді пісіру үшін кемі 30 минут кетті. Қозғап пісіру үшін. Азанда балапандарыңыз мектепке баратын кезде пісіріп берсеңіздер болады. Өте тойымды. Тура осы рецептпен менде 30 штук шықты. Егер одан аздау керек десеңіздер, дәл осы рецептің тең жартысын ғана қоссаңыздар болады. 15-16 штук шығады. Ұнымызды, сүтімізді салып, жақсылап араластырып болғаннан кейін, оған 3 ас қасық сұйық май қосамыз. Майымыз бір келкі араласқанша қозғаймыз. Міне осындай болады. Енді оған қайнап тұрған 1 кесе суымызды ыстық күйінде құюымыз керек. Жылы немесе бөлме температурасындағы су болмайды. Ыстық суды құямыз. 1 келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Маған 1 кесе су жеткілікті болды. Сорпа ішетін кесемен 1 кесе ыстық су. Егер сіздерде одан да қоюлау болса, тағы да жарты кеседей ыстық су құюларыңызға болады. Блинниларыңыз тесік-тесік болып пісу керек, қою болып қалмау керек. Қызып тұрған тапамызға пісіріп ала береміз. Мен астына ешқандай да май, ештеңе жақпадым. Міне блинниларымыз. Әр блиннилар піскеннен кейін арасына осылай сармай жақтырамыз. Сол кезде блинниларымыз бір-біріне жабыспай әдемі болып піседі. Міне осылай тесік-тесік болу керек. Әр блиннидің ортасына осылай сармай жағып шықсаңыздар. Міне жұп-жұқа, ортасы тесік болып әдемі болып пісті. Міне сармай жаққаннан кейін блинни осылай жеңіл әрі тез алынады. Әртүрлі формада орап ұсынсаңыздар болады. Ортасына творог болмаса, қаймақ салып орасаңыздар да әдемі болады. Негізі осы құймақтарымызды азандап балапандарымызға пісіріп берсек, өте тойымды әрі қызығып жейді балдарымыз. Обедке дейін қарны ашпай тоқ болып жүреді. Енді арасында 1-2 осылай сәл күйіңкіреп кетті. Енді оларды осылай жасырып орап тастауға болады. Ешқандай да дәмі жоқ. Міне біздің сап-сары, тесік-тесік әрі жұқа болып піскен блинниларымыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ас болсын.